Құрметті көрермен, ЖЖ студияның кезекті қонағы су жаңа тағайындалған министр, спорт және туризм министрі Ербол Мырзабосынов. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Спорт саласын аз уақыттың ішінде қамтып өтсек, қандай өзгерістер болады, қандай жаңашылдықтар, сіздің алған бағыт-бағдарыңыз қандай болады? Рахмет сұрағыңызға. Бүгінгі күні мемлекет басшысы нақты тапсырмалар берді спорт бағытында. Ол бірінші бірізділікті орнату, вертикаль мәселесін. Әр өңір, ұлттық олимпиада комитеті, федерациялар бәріміз бір ауыздан жаңағы арнайы берген тапсырмаларды орындап дұрыс жұмыс атқару. Егер өңірлерді алатын болсақ, бүгінгі күні біз арнайы жұмыс тобын құрып, өңірлерге мониторинг жұмысын бастап кеттік. Әр өңірде мынау балаларымыздың секцияға келуінен бастап жоғары спортқа жетуге қандай жаңағы тосқауыл бар, соның бәрін анықтау. Бүгінгі күні министрлік тарапынан екінші комиссия құрылып, мына өңірлерге дене шынықтыру және спорт басқармаларына басшылар тағайындау бойынша кандидаттарды қабыл алып, сол жерде саралау жұмыстарын жасап жатыр. Бүгінгі күні сіздер білесіздер, олимпиада ойындарының бізде мына лицензиядан бастап медальға дейінгі және сапа төмендеп кетті. Мысалы, бірнеше облыстарды алсақ, соңғы жылдары мысалы Қарағанды облысында 8 лицензия болса, бүгін осы олимпиада 3 лицензия ғана. Солтүстік Қазақстан облысы мысалы бір ғана лицензия. Түркістан облыстарында лицензия саны да төмендеген, бұрын медаль болса, қазір медаль жоқ. Сондықтан мына бүкіл өңір болып жұмыс жасамаса, ертең бүкіл сапа сол жерден келеді. Сондықтан әр өңірде басқарма басшысынан бастап, балалар жасөспірімдер спорт мектебіндердегі маман барлығы спорт менеджмент өткен, өзі спорттық жолын өткен, мынау спорттық ғылымның, спорттық әдістемелерді білетін мамандар тағайындалу. Одан ары сол жердегі үлкен мекемелер, жаңағы спорттық балаларға дарынды интернаттар, балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде де сол критерийден өткен азаматтар тағайындалып, ары қарай жұмысты құру керек. Федерация басшылары, федерацияның ішіндегі ұжымға да біз арнайы критерий жасап жатырмыз. Бұның бәрі мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жаңағы вертикаль мәселесі қамту, соның айналысында жасалып жатқан жұмыс. Одан бөлек білесіздер, ғылыми топтар құрылып, әр спорт түрінің және дайындық әдістемесін әзірлеуде. Одан бөлек біз халықаралық аренада халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасты нығайтып жатырмыз. Мысалы, кеше дзюдо федерациясының президенті келіп, мемлекет басшысына кірді. Ол халықаралық аренадағы әлемдік спорттың деңгейін білмей, біз елде бір индикатор қоя алмаймыз. Сондықтан біз әлемдік аренадан ғылыми топтардың келуін, әлемдік аренадан жақсы мамандарды тартып, бір әдістемені енгізіп, мысалы, дзюдо күресінен IGF-тің академиясын ашамыз. Оның басты мақсаты біздің елдің мамандарының кәсіби деңгейліктерін, шеберліктерін көтеру. Ол жерде сабақтар өтеді, ол жерде жаңағы практикалық, теориялық сабақтар өтуі мүмкін. Және де сырт елден келген азаматтармен тәжірибе алмасады, практика жүреді. Сондықтан әр спорт түріне, олимпиадалық негізгі 10 спорт түріне осындай қадам жасаймыз. Ол халықаралық ұйыммен байланысу, және ол халықаралық, мысалы, дзюдо федерация болса 4 жылдық жоспар жазу, елдің ішінде әр өңірде сол әзірлеген дайындық әдістемені жіберу, біздің бүкіл елдегі сол спорт түріне жаттықтырушылар сол бір әдістемемен жұмыс жасау, өзінің кәсіби деңгейліктерін көтеріп отыру әлемдік спортқа сай. Егер біз әлемдік ғылымды әкелу, біз олай жұмыс жасамасақ, біз әлемдік деңгейде бәсекелестік жасай алмаймыз. Бүгінгі басымды жаңағы спорттық державалармен бәсекелестік жасай алмаймыз. Сондықтан жасанды интеллект бола ма, және оқу бағдарламалары бола ма, бәрін енгізіп, 10-15 олимпиадалық спорт түрінің маңайында бастайық деп жатырмыз. Яғни практикадан бөлек теорияны да мықтап қолға алу керек. Біз сол кезде міндетті түрде, жүйелі түрде біраз мәселе шешіледі. Қазір көріп отырмыз, бір қатар федерация басшылары жұмыстарынан кетіп жатыр, басқасы болып жатыр. Қалай ойлайсыз, бізде еліміздегі көптеген федерациялар өздерінің қызметін лайықты түрде атқарып отыр ма? Қандай баға бересіз? Бұлай жауап берер едімде, олимпиада ойындарында өзінің талабын орындамаған федерация басшылары орындарын босатып жатыр.
талабын орындамаған аға бапкерлер орындарын босатып жатыр. Яғни Париж Олимпиадасы осы жұмыстың бір көрінісі болды десек болады. Әрине, жұмыстың көрінісі болды. Сондықтан енді біз жәнеден тағайындалатын азаматтарға қандай талап қоясыздар? Негізгі мақсат арнайы талап қою, мысалы бас бапкерге қандай талап болу керек, арнайы қазір критерий жасап жатырмыз. Ол мысалы өзінің дайындық әдістемесі бар ма? Ол қандай жәнегі тестілерді қолданады? Бүгінгі медико-биологиялық ғылым жағынан әлемдік курстарды өткен ба? Егер ондай мамандар тапшы болса, сырт елден алып келіп, бірақ жақсы анализ жасап, мысалы дзюдо күресінен біз кезінде Ресей мемлекетінде Италия маманы келген, Эцек Гамба деген. Ол мысалы 10-ға жуық олимпиада жеңімпаз жүлдегерлерін дайындады, 2 олимпиада циклінде. Ол тек қана балалардан өсірген жоқ, сол ұлттық құрамамен дайындады. Сондықтан біздің қысқа мерзімді мақсаттарымыз және ұзақ мерзімді мақсаттарымыз. Мысалы, дзюдо күресінің маңайында алсақ, қысқа мерзімді ол біздің Лос-Анджелес олимпиадасына осы бар ұлттық құраманы дұрыс жеткізу, және біздің мамандар жандарында жүріп үйрену. Бүкіл әдістемені, ол көптен жылдар жинаған әдістемені тек қана бір жаттықтырушы емес қой, олар бір топ жаттықтырушы болып келеді. Оның ішінде жаңағы дене дайындығыға бір жаттықтырушы, техника тактикалық бағытта екінші жаттықтырушы, сол дзюдоның физиологиясы, жаңағы тамақтануы, биомеханикасына үшінші жаттықтырушы, сөйтіп арнайы топ кеп жұмыс атқарады. Сол механизмді біз олимпиадалық және басым спорт түрлерінің бәріне қолдауымыз керек. Және өзіміздің де олимпиада жеңімпаздары болған, әр жылдары олимпиада жеңімпаздарын тәрбиелеген бүкіл азаматтарды бүгінгі федерация басқаратын басшысы соларды жинап, ешқайсын және тыс қалдырмай, сол өзінің қоғамында әрқайсын өсіре біліп, әрқайсына орын таба біліп, ауызбіршілікте шынымен біздің Қазақстанның балалары ертең сол олимп шыңына жетуіне ең бірінші әділеттілік, екінші сол әлемдік спорттың механизмдерін алып келу, үшіншіден жаңағы спорттық ғылымның мәселесін көтеру, мамандардың кәсіби деңгейліктерін көтеру, осы механизмдерді жасауға талап қоямыз. Ол жерде жаңағы генсек деген болды, атқарушы директор. Ол да арнайы критериялармен тағайындалады. Ол сол спорт саласының адамы болу керек. Ол жаңағы оғанға дейін өзінің өмір жолында арнайы кейстер жасаған азаматтардан. Ол тікелей тек қана бүгінгі мынандай тәжірибе болды ғой. Президент федерация ол ұжымды бөліп алып, өздері жеке жұмыс атқару. Олай болмайды. Бұл жерде біріздік жүйе болу керек. Ол жаңағы басқарушы адам, президент федерациясының жанындағы, ол тікелей министрлікпен жұмыс атқарып, есеп беріп, жаңағы қандай жұмыс атқару бәрін министрлікпен тығыз байланыс жұмыс атқаруымыз керек. Есеп демекші ойма, жалпы қазір бұқаралық ақпарат құралдарында спорт саласына әсіресе легионерлерге қатысты көпсін пікірлер айтылып жатыр, жаңа да айтылып жатты, енді естіп жатырмыз. Ұлттық спорт түрлеріне көп көңіл бөлмейді. Енді қазіргі жаңа заң жобасына сәйкес ұлттық спорт, олимпиадалық ойындардың саны қысқарады, қаржы бөлінетін. Мемлекет тарапынан қаржы бөлінетін олимпиадалық спорт, яғни басым спорт түрлері енді азаяды. Қателеспесем 180-нен 80 деді ме жаңа әріптестер? Енді қазір елімізде 180 спорт түрі, бәрлеріңіз білесіздер, осы жылдар дамыған. Енді біз солардың ішінен басымды спорт түрлерін анықтаймыз. Ол олимпиада, паралимпиада, сурдолимпиада, Азия ойындарына, Паразия ойындарына кіретін спорт түрлерінің ішінен сол басым спорт түрлерін бұл деген яғни біздің медаль алуға мүмкіндігіміз мол деген спорт түрлері. Біз еліміздің тарихында мысалы 7-8 жазғы олимпиада спорт түрлерінен медаль алғанбыз, және 3-4 қысқы олимпиадалық спорт түрлерінен медаль алғанбыз. Болды. Осы спорттың маңайында біздің әлемдегі жетістігіміз. Бірақ біз 60 спорт түрін қазір іріктеп аламыз, басымды. Одан бөлек ол әр өңірге мысалы сол 60 спорт түрін дамытуға жоспар құрмаймыз. Бұл жерде әр өңірдің географиялық орналасуына байланысты. Оңтүстік болса әрине жазғы олимпиада спорт түрлері бірінші қадамда. Одан кейін оның әр өңірдің өзінің тарихы бар. Арнайы жаттықтырушылар бар, қаншама мысалы спорт түрінің олимпиада чемпиондары бар. Соған қарай, кадрлық потенциалға қарай. Содан кейін сол өңірдің инфраструктурасына қарап, сол өңірге мүмкін мысалы 15 жазғы, мысалы 5 қысқы, мүмкін 3 бола ма, 4 бола ма, ұлттық спорт түрлерін
Азия ойындары бағдарламасына кіретін спорт түрлерін бекітіп, және сол жаңағы басқарма басшысына, әкімдікке индикатор қоямыз. Енді осы спорттан сіздерде мысалы бастауыш топтарда, селекцияда осынша бала болу керек, мынанша маман кәсіби деңгей өту керек дегендей, әр өңірге бұрын 20 өңір бір-бірімен спартакиада ретінде бәсекелессе, қазіргі кезде әр өңірдің халықаралық аренаға да байланысты өзінің индикаторлары болады. Іште мен ана облысты жеңіп алдым, мысалы Алматы қаласы мен солтүстік халық санымен салыстыра алмаймыз ғой. Ал Алматы мысалы 5-6 лицензия берсе, солтүстік 1 лицензия берсе, біз салыстырамыз оны. Бұл халық санына қарағанда әділетсіз болады. Сондықтан біз әр өңірге өз индикаторларын қоямыз. Соңғы сұрақ болсыншы, легионерлер мәселесі түбегейлі шешілді ғой? Осы заң аясында легионерлер бюджеттен және квази мемлекеттік сектордан қаражат алмайтын болады. Әрине біздің ұлттық құрамада легионер деген ұғым жоқ. Ал мына клубтарда легионерлер енді егер клубтың басшысы өз қалауына қарай, ол спонсорлық көмектен қаржыландыруы мүмкін, бірақ мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмайды. Жақсы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет.